Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, мынау енді бала тәрбиесі жайлы болмақ. Ой, бала тәрбиесінің бізге қаншалық қажеті бар демеңіздер, өйткені бала болмай тұр, бала тәрбиесіне дайын болуымыз керек. Кейін кеш болады. Былайша айтқанда уақыт болмайды бала болғаннан кейін. Қоғамда қыз баланың, ұл бала болсын, тәрбиесіздігі, тастанды балалар неше түрлі, жетімдер, жесірлер, қылмыс қоғамда болып жатқан, дұрыс па? Бұның барлығы ата-аналардың, үлкен кісілердің қарттар үйін жағалауы, бұның барлығы баланың тәрбиесіне байланысты. Бала тәрбие көрмейтін болса, тәрбие ала алмайтын болсақ, өкінішке орай соның барлығы қоғамда ертең үлкен проблемаға айналады. Әлемде болып жатқан соғыстар, қақтығыстар, бұның барлығы бала тәрбиесінің дұрыс берілмегендігіне. Балаға деген махаббаттың, сүйіспеншіліктің берілмегені, оған деген тәрбиенің, мейірімділіктің, қамқорлықтың, жанашырлықтың сол берілмеу. Сол нәрселерді көрмеген балалар әрине қолына қару алады, ол бала қатыгез болып өседі. Қыз бала болса жаман жолға түсіп кетеді. Көбінесе жеңіл жүрісті қыздар, балалар үйінен шыққан қыз балалар болатындығы статистика көрсетеді. Тәрбие деген өте үлкен мәселе. Мынау бала деген біздің болашағымыз ғой. Жастар біздің болашағымыз. Баланы жастан деген халқымыз. Баланы жастан дейді. Баланы кішкентай кезінен тәрбие беру маған ұқсатады. Шыбықты жас кезінде, су кезінде иетін болсаң иіледі. Кеуіп қалған соң, қатып қалған соң ол иілмейді, ол шорт сынады. Сол үшін кішкентай балада бұл шыбық сияқты. Кішкентай кезінен тәрбие бермедің ба, ол 20-ға келді, 30-ға келді, қойсайшы. Мынауың дұрыс емес қой, ұят болады, қылмыс болады, күнә болады. Ол енді қайтару қиын оны. Білімде сондай балаға берілген. Тәрбиемен қоса білім беріледі. Жас кезінде оқылған білім, ол тасқа қашап жазылған жазу сияқты деген ғалымдар. Қартайғанда оқылған білім дейді, ол суға жазылған дейді. Суға жазылған не сияқты? Жазу сияқты, еш тұрмайды. Қартайған сайын адамның мына қабілеті, жаттау қабілеті, сақтау қабілеті, ойлау қабілеті әрине, ол да қартая береді, ескіре береді. Сол үшін мына баланы жастан деген, баланы біз жастан. Тәрбие қай кезден басталады деген сұрақта ғалымдар әртүрлі пікір айтқан. Бірақ көпшілігінің ойысатын бір кететін жер, ол негіз тәрбие адамның құрсақтан басталады. Құрсаққа түспей тұрып ұрық біз өзімізден басталады. Балдарымыз, балдарыңыз тәрбиелі, иманды, парасатты, мықты, ғалым бола ма, ақын бола ма, енді әртүрлі салады бір Алла біледі. Бірақ ең басты ол иманды болып өсу үшін біз бірінші өзімізді тәрбиелеуіміз керек. Біздің мына ислам әлемінде кітаптарда көптеген кездесетін нелер бар. Соның бірі оқиға. Бір қалада үлкен ғұлама ұстаздың бір баласы болады екен, қиқар. Сол базарда мына лимон шырын сататын кісінің күніге барып жаңа ыдысын тесіп кете береді екен бала. Қиқарда бұз. Енді ана кісі барып айтайын десе әкесінің қайсытанады, үлкен бір ғалым кісі екен, сыйлы кісі екен. Жарайды, қойып кетер деп. Енді ол қашан ғана алады. Содан кейін ол да өзі тіршілігін істеу керек. Қоймаған соң сол кісіге барып айтады. Осындай балаңыз көптен бері неғып жүр дейді. Осыны сізге келіп айтуды жөн көрдім. Жарайды, бұл мәселені шешеміз дейді сіз. Жаңағыдай ақыңызды адал етіңіз деп адалдық сұрап неғып шығарып салады. Сөйтеді де баланың шешесін шақырады. Әйбіше дейді. Осындай жағдай болып жатыр. Мен дейді өмірімде қараңыз. Неден іздеп жатыр мәселен? Өмірімде ешқашан деді харамнан нәр татпағым деді. Тақуалықты қараңыз. Тақуада харам, халал мәселесіне, күдік нәрселерге қатты көңіл бөлген.
имандылықпен жүрген. Сіздің өміріңізде сондай болды ма дейді. Жоқ дейді, мен де сондай харамнан нәр татпағам дейді. Адал ас жегем, біреудің ақысын жемегем. Бірақ дейді, бір нәрсе ойыма келіп отыр дейді. Мен осы балаға 2 қабат кезінде құрсақ көтергенімде лимон шырынын қатты жерік болып, сонда сізде үйде болмаңыз, қалтамда да ақша болмады, не істер. Сонда көршінің керемет түсіп тұрған лимон несіне көзім түсті дейді. Соны үзіп алуға да ыңғайсыз ғой, енді үзіп алсаң ол енді. Бірақ соны дейді жаңа немен тесіп алып жаңа кішкентай тұрбамен соны сорғам дейді. Шырын сор ішкем дейді. Ішкен соң болды, ана жерік деген нәрсе бірден кетеді әйелде. Одан кейін есінен шығып кеткен ғой адам. Керемет үлкен нәрсе емес деп ойлайсың ғой, енді ол үзіп алған жоқсың, жеген жоқсың. Ешкім көрген жоқ, дұрыс па? Камера жоқ, ол кезде айнала камера қоймайды қазіргідей. Сосын міне дейді, болды. Сол көршіні тауып ал дейді. Балда адалдық сұра, несін не қылды. Несін төле дейді. Көршіні тауып алады да адалдық сұраған екен бәйбішесі. Сол күннен бастап ана бала дейді, ана іс-әрекетін қойып кетті дейді. Бұл бүкіл ислами кітаптарда ғалымдардың осы тәрбие, бала тәрбиесінде тақырыбында осы не жүреді, оқиға. Бұл маңызды нәрсе. Демек, көрдіңіз ба? Қайдан басталады? Құрсақтан басталады. Құрсақтан алдыңғы нені айттық енді. Ал енді екінші негізгі этап ол құрсақтан басталады. Сол бала алатын алып қояды. Құрсақта жатқанда ұрық болып түскен кезде жақсын, жамансын, адам бола ма, сол кезде негізі құйыла бастайды. Біздің қан арқылы өтеді. Біздің іс-әрекетіміз, сөзіміз арқылы. Барлығын бала естіп жатады. Қазір ғылымда ол дәлелденген. Бала әке шешесінің мінезі, оның көңіл күйі барлығы балаға белгілі. Ана қайғырса бала қайғырады. Ана қуанса бала қуанады. Сол үшін мынау құрсақ көтерген кезде, әйел 2 қабат кезінде жаңа врачтар, дәрігерлер не қылады? Әйелді ренжітпеуге шақырады. Көбінесе жақсы нәрсе. Музыка естір не дейді? Бірақ музыка дегеннен жақсы музыкалар болады. Құран естіту керек. Діни музыка дейміз ғой біз. Илахи, немесе бір жақсы адамға көңілге сыйлайтын терме ма, сондай жақсы нәрселер есту арқылы балада сондай жақсы не қалыптасады. Оның ішінде жатып, эмоция. Іште жатып бала тәрбиеленеді. Бұның барлығы өте маңызды. Ішкен жеген нәрсе де өте маңызды. Ішкілік ішетін, әртүрлі темекі шегетін әйелдерде баланың құрсағы сондай қап-қара болып, балада жаңағыдай зиян шегіп туылған кезде әртүрлі кеміс болып туылатыны, мүгедек болып туылатыны барлығы ата-ананың несіне байланысты. Ішкілік ішіп алып, қарым-қатынас құрады, содан түскен ұрық ішкілік кезінде, уланған ұрық, жатырға түсетін болса. Сол үшін ертеректе осы мүгедек ауру балдар көбінесе болмады ғой. Бірақ кейін кезде соның бәрі көбейіп кетті. Әсіресе жаңағыдай көп ішкілік ішетін халықтарда нелерде. Енді леуде біреуде кездесіп жатады дегенмен, бірақ көбісі осындай жағдайларда. Жаңағыдай ауру болып туылатын, дені сау болмай, тағы да не дейді? Әртүрлі психикалық тұрғыдан балдар қазір туылғаннан ауру болып туылды. Соның бәрі ата-ананың негізі кесірінен. Алла тағала әділ. Адам таза болса, күйеу таза болса, әйел таза болса, Алла тағала сондай жақсы әдемі бала береді, сау бала береді. Рухани тұрғыдан болсын, дене пішін тұрғысынан болсын. Сол үшін қазір неше түрлі аурудың түрлері көп. Бұның бәрі негізі ата-аналардың кемшілігінен, қателігінен. Барлығы мынау неге жауап қоя берген, экология мынау. Олай болатын болса, елдің барлығы 100% балдардың барлығы солай туылуы керек. Жоқ, ата-ананың өзіне бойына. Өмір бойы адам ішкілік ішетін болса, өмір бойы темекі шегетін болса, ол денсаулығы жоқ. Оның ішінде ұрықта барлығы солай ғой. Адамнан шығады ұрық. Анадан және атадан. Ол қандай денсаулық болады? Ал енді біз Құдайға шүкір намазхан адам ішпейді, дегенмен бірақ біз ішіп жегенімізде күдікті нәрселер, адал, арам дейміз ғой. Ауру астан деген қазақ. Сол ішкен жеген нәрселерімізге байланысты. Одан рухани тұрғымызда ауру неге байланысты. Адал. Жаңағы спирт не ішпегеннің өзіне, мысалы, ет, басқа да тағамдар жеген кезде адал арамына көңіл бөліп, сенімді жерлерден жеуге тырысу керек. Адал табыспен
тапқан нәрселері көңіл бөлу керек. Адал табыс. Ол да маңызды нәрсе. Рухани тұрғыдан. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянында тәрбиесіне барлық бар. Өкінішке қарай, бірақ біз көп нәрсені түсіне бермейміз. Бірақ бізге мына батыстық ағайындар, батыстың ғалымдары біздің пайғамбарымыздың хадистерін және Құран аяттарын түсінуге үлкен септігін тигізеді. Бізге ашып береді. Осы орайда бізде қазір мынау проблемалар бала тәрбиесіне отбасында бұл батыста осыдан 50-60 жыл алдын осы мәселелер оларда шықты. Сол үшін оларды дамып кеткен. Проблема да көп, бірақ оны шешу жолдарында олар дамытқан. Сол орайда мынау батыстық американың Гери Чепмен деген профессор, философия ғылымдарының докторы, психология саласында үлкен еңбек сіңірген, жазған кітаптары бар қаншама. Осы кісі. Одан кейін Росс Кемпбелл деген ғалым, ол медицина саласының ғалым. Осы екеуі біріктіріп жазған баланың көңілін табудың 5 жолы деген кітап жазған. Керемет. Мына Америкада бір жылдары кішкентай балалар, жетімханада балалар шетінеп кете береді. Қайтыс болып кете береді. Шетінеу дейді ғой бізде. Не істейді? Тамақ тоқ, бүкіл нелерін барлығы дұрыс. Деп зерттеп келіп соңында мынандай нәтиже келеді. Балаларға мейірімділік жетпейді екен. Шақалақ балалар ғой, кішкентай, жетім қалған. Сонда әрбір 10 балаға бір тәрбиешіден қояды. Олардың тек жұмысы үстін ауыстыру, басқа бірдеңе тәрбиелеу емес. Оларды құшақтап, сүйіп жүретін болады. Құшақтайды, баланы сүйеді. Кішкентай нәресте балдар ғой. 1 жасар, 1-ге толмаған, 2 жасар. Одан кейін жаңағы шақалақ. Солар не алады? Міндеті құшақтап, сүйеді. Содан баланың несі неған өлімі? Азайып кеткен. Шетіне. Сол үшін бала осындай неге де мұқтаждық бар. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетінде бар, хадистерде бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрқашан баланы құшақтап, сүйіп, аймалап, басынан сипайтын болған. Тек өзінің балдары, немерелері емес, балдарын бәрі көбінесе кішкентай кезінде шетінеп кеткен. Алла тағаланың бір тағдыры ғой. Ұл балдар, қыз балдарынан тарайды, ұрпағы қыз балдар. Одан кейін мына Хазірет Хасан мен Хусейн. Одан бөлек жаңағы сол Мәдинада өмір сүргенде, Меккеде өмір сүргенде, көбінесе Мәдинада да өмір сүрді ғой. Жалпы жүрген жерде балдарды басын сипап, сөйтіп балдармен айналысатын болған. Балдармен балаша ойнайтын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір баланың басынан сипаса дейді, күні бойы сол баланың үстінен бір жұпар иіс аңқиды да тұрады дейді. Көрдіңіз ба? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүрген жерінде балдарын неған? Құшақтап, басынан сипайтын болған. Бала тек қана ата-анасы емес, оның ағайын туған, туысқаны, ағасы, нағашысы, жиені деген солардан да бір сүйіспеншілік көру керек. Сонда бала өте толыққанды өмір сүреді. Қоршаған ортасы маңызды. Апайы, ұстазы. 4 бала. Баланың ада бола ма, адам бола ма? 4 адамға байланысты, 4 факторға байланысты. Біріншісі ата-анасы. Ата-анасы енді керемет. Жақсы не болса, бірақ ол жеткіліксіз. Екіншісі ұстазы дейді. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген халқымыз, ұстазға байланысты. Оның тек қана оқта беру емес, қосу алу, бірақ өте дөрекі, олай емес. Оның сүйіспеншілігі ұстазында. Баланы жақсы көруі, балдардың бәрінің арасын бөлмеуі, әртүрлі ұстаз болады. Үшінші баланың өскен ортасы. Төртінші, ол әрине достар дейді. Кіммен достар? Өте маңызды. Сен досың кім екенін айт, мен сенің кім екеніңді айтайын деген сөздер бар. Досы өте маңызды. Қандай доспен бала дос болады. Көп нәрсе керек емес балаға. Анда тұрып жатырмыз, пәтер жалдап тұрып жатырмыз, мынау деген нәрсе балаға ол мәселе емес. Бала өзін бақыт сезіну үшін көп нәрсе керек емес. Құшақтап бетінен сүйіп, балаға деген сүйіспеншілік беру керек. Балаға деген махаббат болу керек. Жұмыстың аты жұмыс. Бәріміз жұмыс істейміз. Бірақ кешке барған кезде кішкене қасыңызға алып жатып. Біреуде осы құшақтау сүю, баланың сүйіспеншілік тілі.
сол жетпей тұрады. Балаға жаңағыдай өзінің сүйіспеншілік керек. Әке шешенің өзінің. Қолына құшақтап, бейтіп, қысып, қасында алып жатып, оның исін сезбегеннен, аймалап құшақтап бетін сүймегеннен балада не жоқ? Сүйіспеншілік әке шешеге деген жоқ. Әке шешенің сүйіспеншілігін көрмеген. Балада өсе келе, қанша жағдайын жасағанмен, мен әке шешем жақсы көрмейді. Ол сүйіспеншілік көрмеген адамда қатал десе. Мейірімділік көрсетпегенге мейірімділік көрсетілмейді деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Барлық қарама қайшы нәрсе. Біз қартайған кезде бала шағамыз бізге құрмет көрсеткен қалсақ, біз де оған кішкентай кезінен сүйіспеншілік, құрмет көрсетуіміз керек. Бұл маңызды нәрселер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам немерелерін жаңа құшақтап сүйіп жатса, бір кісі келеді, менің 10 балам бар дейді, бірде-біреуінің бетінен сүймеппін, басынан сүйіп аламаппын дейді, қараңыз. Бірде-біреуін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сенің жүрегіңнен Алла тағала мейірімділікті алып қойсам, мен не істеймін дейді. Жоқ та мейірімділік. Сол үшін соның бәріне сүйіспеншілік беру керек. Және баланың арасын ажыратпау керек. Адам көбінесе біздің менталитетте үлкен баланы тұңғыш, одан кейін кенже бала деп жақсы көреді, орталарындағылар не қалай болса солай, олай емес. Тұңғыш енді бала бірінші көр. Бәріне бірдей махаббат, сүйіспеншілікті беру керек. Екінші сөз, мақтау сөз. Бет алды мақтау сөз айта берсеңіз де, бала ол сіз мақтап атқан кезде ол ешқандай әсер етпейді. Бала қай кезде? Өзі мақтау күтетін кезде. Ол мектептен бір 5 алып, 2-5 алып келген, 3-5 алған кездер, бір нәрсені бір керемет жетістікке жетті. Сол кездерде оны ағыл керек. Өй, бәрекелді, машалла балам, сен енді мықтысың деп мақтап қою керек. Сол жетеді. Екі езуі мынау, екі құлағында бала өзін бақыт сезінеді, сүйіспеншілік сезінеді. Сонда бала әкесінің, шешесінің мен жақсы көреді деген өзінде эмоция болады. Сол үшін балаға жақсы сөз айта беру керек, кішкентай кезінен. Жақсы сөз айту керек. Мақтау керек. Боқтап, ұрысып, анау-мынау. Осы ғой бізде менталитетте. Ұрып оны. Одан кейін бала қайтып ол. Қайтып ол бала жетістікке жетеді. Балаға жақсы сөз айту керек. Сол үшін, бірақ балалар кешірімді ол, оны тез ұмытып кетеді. Бірақ әр қашан солай неғылатын болса, әрине ол баланың жүрегіне мәтін. Сол үшін мейірімділік көрмеген бала, жақсы сөз естімеген бала ертеңде қатыгез болып өседі. Одан не болмайды. Мақтасақ есіріп кетеді деп ойлаймыз. Осылай өсіреміз көбінесе. Одан кейін біздің қазіргі кезде нарықтық заман деп шынында да баламен сөйлесуге де уақыт жоқ. Баламен сөйлесу керек. Күнделікті мектепке барған бала неше түрлі эмоциямен оралады, неше түрлі нәрсе, ол шаршайды, әртүрлі жағдай болады, өремен төбелесіп қалады. Бір жаңа сабақ айтайын деп тұрған кезде апай оны мән бермейді, ол айта алмай қалады, жүзде екі алып қалады, немесе баға алмайды, басқалар бағалады, басқаларды мақтайды, оны мақтамай қояды, неше түрлі жағдайда. Құлап қалады, тізесін ауыртып алады. Содан кейін ол келген кезде ол соны ақтару керек кімге? Ол жаңа апай ақтарып отыратын оны. Ол ата анасы айналысу керек. Оны ішін шығару керек. Қалай бала? Не жаңалық бар? Не істедің бүгін? Не қойдың? Қанша алдың? Не болды? Бәрі дұрыс па? Деген кезде бала не қылады? Шығарады. Үшінші, сүйіспеншіліктің тілі, баланың көңілін табудың үшінші уақыт. Сонырлық. Уақыт. Әрине көп жағдайда өзің уақыт бөлуге балаға шаға, әсіресе ер кісілер жұмыста боламыз, неде боламыз, көңіл бөле алмаймыз, уақыт бере алмаймыз. Бірақ бұл өте маңызды нәрсе. Баланың сабағын дайындау керек. Ол да уақыт бөлу. Көңіл бөлу. Бүгін баланың өзі де керемет шығар, өзі де дайындау мүмкін. Бірақ осы маңызды нәрсе. Төртіншісі, сыйлық сыйлау. Бұл енді балалардың өте жақсы көретін нәрсесі. Сыйлық дегеннен кім жақсы көрмейді? Бәріміз де жақсы көреміз. Араларында бір-біріңе сыйлық сыйлаңдар, сүйіспеншілікті арттырады деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бала да әрине бұл нәрсеге мұқтаж. Соңғы кезде қашан сыйлық? Бүгін туған күнде бір сыйлайтын шығармыз, жылына бір-ақ рет. Туған күн не керек деп жүргендер қаншама намазхандар дұрыс па? Пайғамбардың туған күнін тойлаймыз да, адамның туған күні не керек? Ол жағынан негізі ешқандай мәселе жоқ. Дін жағынан да туған күн дегенде адамға жақсы тілек айту, дұғада болу,
кішкене көңіл бөлу, сөйтіп кішкене балаға сыйлық сыйлап неғып тұру керек. Одан кейін тек қана ол жылына бір-ақ рет емес, мерекеде көп бола бермейді ғой. Бірақ одан бөлек баланың бала болған үшін, ақылды болған үшін, әр мектептен қаншама баға алып келген үшін де сыйлық беруге болады. Осылай да баланы жақсы оқуға деген несін арттыруға болады. Сен бүгін 5 алып келетін болсаң, мен саған осынша ақша берем, сен осынша тәтті аласың деген сияқты. Немесе мынандай шоколад әперем, мындай ойыншық әперем деген сияқты адамның өз мүмкіншілігіне қарап сыйлықты жиі сыйлап тұру керек балаға. Бұл баланың сүйіспеншіліктігінде маңызды. Кейбіреуге өте маңызды балаға. Кейбіреуге. Бұлай ғой, мысалы баланы киіндіресің, не ішем, не кием демейді. Барлық нәрсе бар, бұған не керек деуі мүмкін. Бірақ кішкентай болса да сыйлық деген арнайы атпен беру балаға. Бұл өте маңызды. Одан кейін мына енді ересек бола бастаған кезде белгілі бір нелер бар. Ол жаңағыдай велик айдайды, басқа да неғылады. Солар бұзылады, бұзылған жағдайда оған көмектесу. Адамның өз қолымен оны жасауы, сол немес процесте болу өте маңызды. Біреуге тапсырмада беру мүмкін. Ініңе ма, бауырыңа ма, үлкен балаңа тапсырма беру мүмкін, кішкентай балаңа. Бірақ ата-ананың өзі осы процесте болған маңыз. Сонымен бірге жүретін болса, о да сондай сезім. Әке-шеше мені өте жақсы көреді деген. Өзінде сондай бір жақсы сенім болады. Бұның барлығы баланың өсіп жетілуінде, баланың бала болуында, адам болуында, иманды болуында, парасатты болуында, келешекте үлкен өзінің отбасына жақсы әке немесе шеше болуында маңызды нәрселер. Қыз баласы болсын, қыз баласы болсын. Қызға енді көбінесе шеше жақсы тәрбие береді. Бірақ психологияда қыз әкеге, ұл бала шешеге жақын болады. Адам табиғатында сондай не бар. Сол үшін осы нелердің барлығы өте маңызды. Мына айтып жатқан 5 баланың көңілін табуда 5 жолы. Өйткені бала біздің болашағымыз. Бала қандай тәрбие беретін болсақ, сондай адам болып қалыптасады. Баланың келешекте қандай болады? Қылмыскер бола ма, күнәһар бола ма, данышпан бола ма, дана бола ма, әкім бола ма, ақын бола ма, бізге байланысты екен оның бәрі. Бойында қабілеттерді. Көп жағдайда бойында баланың қабілеттерін өзіміз өшіріп отырамыз. Қорқақ қыламыз. Немесе мына бір мықты қабілетін өшіріп отырамыз. Өз қолымызбен өшіреді. Дұрыс неге бағыттауымыз керек? Бізде намазхан ретінде де баланы. Біз ақылы кірген кезде бастап тәрбие бере бастаймыз. Халқымыз былай деген. Баланы 5 жасқа дейін баланың құлы болды. 15 жасқа дейін баланы құлыңдай жұмса. 15 жастан кейін досыңдай сырлас деген бар. Бұл ғылыми қазір негемен сәйкес кейінгі қазір психологтарда, ғылыми тұрғыда да зерттеудің нәтижесі осыны айтады бізге. Бала 1 жасынан 5 жасына дейін шамамен қазір енді кеш неғып жатырмыз ғой, кезінде ерте жетілген ата-бабаларымыз 13 жасында отау иесі болғанда қазір 13 жасар дегенде бала мұрынбоқ қой, дұрыс па? Сол үшін болар бала 15-інде баспын дейді. Болмас бала 30-ында жаспын дейді. Сияқты біз 30-ында әлі жаспын ғой деп қойыпша. Бұл аят пен хадистердің кемшілігінде емес. Біз аят пен хадистерден бұндай мәселелерді шығарып аламай жатырмыз. Бұның барлығы бар. Аят пен хадистерде. Барлығы бұның бар. Ғалымдардың тәрбиесінде бар. Бірақ енді өкінішке орай 70 жыл болды, не болды? Діннен ұзақтап қалдық. Ортада осы неде жазатын бұрынғы ғалымдардың несі ол кезде енді адамның өмір сүру заман өзге, басқаша ғой. Қазір басқаша. Дұрыс па? Техника, технология, біздің мектептің нелері, балабақшаның барлығы несі басқаша. Не дейді? Жүйе басқаша. Сол үшін қазір бізге жауап бере алатын, осы нені шығарып бере алатын бұның барлығы сол батысының психологтар, педагогтар, өйткені олар бұл мәселемен 50-60 жыл алдын осы мәселелер шыққан оларда. Солардың бәріне олар жауап іздеген. Тәжірибелерге, қаншама тәжірибелерден шығарған бұлар. Біз сол нәрселерге тап болып жатырмыз қазір. Ең бастысы, мынау біздің өзіміз мәдениетімізді арттырып отыру керек. Көп кітап оқуымыз керек, бауырлар. Қазір кітап деген енді оны анда-мұндан қаржы ғой. Кітапта қазір арзан тұрмай дегенмен де барлық мына мен айтып жатқан кітаптардың барлық кітап неде бар, интернетте. Баланың көңілін табудың 5 жолы деген. Бір үлкен ғұлама айтқан екен ғой. Осы емес.
сіз дейді балдарыңызды өздеріңіз болмайтын уақытқа дайындаңыздар деген. Сосын бұның барлығы ойланатын нәрсе. Енді біздің әрине мынау технология дамыған сайын да бұл да біздің өмір сүріміз немізге әсерін тигізеді. Пайдасын беретін бар, кері әсерін тигізетін бар. Осындай жағдайлар көп. Жақсы, рахмет. Уахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсын.